Бір күні сізге бизнес идея келді, және ол мінсіз секілді көрінді, әрі онымен жақсы табыс табуға болатын сияқты. Алайда оның нақты өміршеңдігін қалай бағалауға болады? Бұл істің сәтті болар болмасын қалай анықтау керекпіз? Бүгінгі сабағымызда осы тақырыпты кеңінен қозғамақшымыз. Кейде идея авторы шабыттанып, күшті эмоцияларға бөленіп, бизнестің өз үшін емес, тұтынушылар үшін құрылатынын ұмытып кетіп жатады. Сондықтан, ең алдымен өз-өзіңізге, менің өнімім нарық пен тұтынушы үшін керек пе деген сұрақ қою керек. Сонымен қатар, бұл бизнесті жүргізу үшін маған қандай дағдылар мен білім қажет деген екінші сұрақты да өз-өзіңізге қойып көріңіз. Мысалы, сіз мал өсіретін адамдарды, зоотехник пен мал дәрігерін кез келген уақытта жалдай аласыз. Алайда шағын бизнесте кәсіпкер өз ісінің кәсіби маманы болуы керек. Үшінші сұрақ. Бизнесті жүргізу үшін қандай ресурстар мен технологиялар қажет? Кәсіпті бастамас бұрын ол үшін барлық нәрсенің тізімін жасау керек. Атап айтқанда, адамдар, жабдықтар, ғимарат, қолма-қол ақша және тағы басқалары. Сізге тек калькулятор алып, материалдық шығындарды есептеу керек. Егер сіз осы сәтте бір нәрсені ескермесеңіз, кейінірек үлкен проблемаларға тап болуыңыз мүмкін. Төртінші сұрақ. Менің бизнесімнің негізгі артықшылықтары қандай? Өзіңіздің бәсекелестеріңізден қалай ерекшеленетініңізді ойланыңыз. Жақын жерде азық-түлік сататын 9 бірдей дүкен болғанда, ол жерде 10-шысын ашудың қажеті қанша? Бұл өте нашар идея. Мүмкін сатып алушылар келер, бірақ бұдан ісіңіздің өрге баса қоюы екі талай. Алайда, егер сіздің қасыңыздағы 9 дүкеннің барлығы қарапайым болып, сіздікі кассасы мен арбасы бар шағын маркет болса, онда бұл басқа дүние. Есть такая стратегия Голубого океана. Эта стратегия говорит о том, что ты создаешь продукт, либо создаешь уникальные конкурентные преимущества, которые никто повторить не может. Либо когда они повторяют, ты улучшаешь свой продукт до такой степени, когда опять никто повторить не может. Если это сбор молока, то ты должен создать такой процесс сбора, чтобы за тобой не успели. То есть кто бы ни пришел, конкуренты, собирать это молоко, ты делаешь это все равно лучше. У тебя процессы лучше, ты делаешь экспресс-анализ этого молока, либо еще что-то. Бесінші сұрақ. Менің бизнесімнің әлеуеті қандай? Кәсіп ашқан кезде оны болашақта қалай кеңейту қажеттігі туралы ойлану керек. Мәселен, сіз 2 боксты көлік жуатын орын аштыңыз. Егер сіз бизнесіңізді болашақта дамытуды ойласаңыз, 3-ші боксқа да орын қарастырар едіңіз. Ал олай етпеген жағдайда тағы да жер іздеп, көлік жуатын кешенді қайта салуыңызға тура келеді. 6-шы сұрақ. Бизнес идея қандай аудиторияға және нарыққа бағытталған? Сіз өзіңіздің тұтынушыларыңызды зерттеуіңіз керексіз. Мәселен, бір кәсіпкер 1000 адам ғана тұратын ауылдан қымбат әрі сәнді перделер салонын ашты. Оның үстіне ауыл тұрғындарының табысы өте орташа. Нәтиже, бірде-бір клиент жоқ. Ескеріңіз, ең алдымен сіздің бизнесіңіз адамдарға керек. Нужно понять, что именно производить, что именно нужно покупателю твоему. Обычный опрос, можно своими силами это сделать, это не так сложно. У каждого есть там куча знакомых друзей, соседей, их опросить, понять. Не обязательно опрашивать всех жителей, там, для этого это не обязательно. Можно опросить какую-то часть своей целевой аудитории. 7-ші сұрақ. Нарықтың көлемі қандай? Бір кәсіпкер қымбат жабдық сатып алып, шағын қалада ауа баптағыш жөндеу шеберханасын ашты. Бірақ ол нарық тым кішкентай екенін ескермеді. Ал қалада жиі бұзылатын 10 ғана ауа баптағыш болды. Бір айдан кейін оның бизнесі жабылды. Нужно изучить спрос. Нужно понимать, какой объем, какая емкость твоего рынка. Не обязательно там куда-то идти. С тем же хлебом считаешь количество населения, считаешь, сколько хлеба приходится на одного человека и твое понимание спроса. 8-ші сұрақ. Менің бизнес идеямның кемшіліктері қандай?
Өз-өзіңізбен адал болыңыз. Кез келген бизнес идеяның кемшіліктері болады. Сіз олар туралы білуіңіз керексіз. Егер көптеген кемшіліктер болса және қауіптер жоғары болса, бұл бизнесті бастамағаныңыз жөн. Табысқа жету мүмкіндігін байсалды түрде бағалаңыз. 9-шы сұрақ. Менің жобамның өтелу мерзімі қандай? Сіз бизнеске салынған қаражатыңыздың қашан қайтатынын және қай уақытта пайда табатындығыңызды түсінуіңіз керексіз. Табыс 3-4 айдан кейін түсе бастауы қажет. Ал мал шаруашылығымен байланысты кәсіптерде табыс ұзақ уақыттан кейін түседі. Мәселен, сиыр бордақылау ісі 2-3 жылдан кейін ғана өзін-өзі ақтай бастайды. Мал өсіру 5-7 жылдан кейін. Пайданы осынша уақыт күте аласыз ба? Осы кезеңде бизнесті қолдауға қаражатыңыз болады ма? Мұның бәрін есептеу керек. Егер сіз өз бизнес идеяңызды талдағыңыз келсе, осы сұрақтарға жауап бере алуыңыз қажет. Талдау жасаудың тағы бір құралы бұл SWOT жобасы. SWOT ағылшын тілінен аударғанда күшті қыры, әлсіз, мүмкіндіктер және қауіптер деген сөздердің аббревиатурасы. Наубайхана ашуға арналған бизнес идеяның мысалын қолдана отырып, SWOT талдау жасап көрейік. Мұны жасау үшін қағаз парағын 4 бөлікке бөліңіз. Мықты жақтары – бұл сіздің ресурстарыңыз бен мүмкіндіктеріңіз. Олар сізге бәсекелестерден артықшылық береді. Мысалы, мына жерде жазайық. Жаңа жабдықтар, нанның ерекше рецептері, арзан несиеге қолжетімділік. Әлсіз жақтары – мұнда жазамыз. Мысалы, қымбат жабдық бөлшектері, жұмыс тәжірибесі жоқ қызметкерлер, нанды жеткізетін көліктің болмауы. Мүмкіндіктер. Бұл жерге біз мынаны жазамыз. Ассортиментті кеңейту. Мысалы, сіздің жабдықтарыңыз орамамен печенье пісіруге мүмкіндік береді. Нанға деген сұранысты қанағаттандыра алмау, нан жетіспеушілігі. Кешке оны өз ауылыңыздың дүкендерінен сатып ала алмайсыз. Бәсекелестіктің төмендігі. Сіздің ауылда тек бір наубайхана бар. Қатерлер. Бұл өрісте біз мынаны жазамыз. Ұн бағасының тұрақсыздығы. Адамдарға нан ұнамайды. Қалалық наубайхана өз нанын сіздің ауылға жеткізе бастады. Если там у соседнего завода больше ресурсов, то твоя угроза, что они могут нарастить производство, удешевить там стоимость производства хлеба, и ты будешь неконкурентоспособен в плане цены. SWOT талдауы бизнесті дамыту стратегиясын құруға мүмкіндік береді. Кәсібіңіздегі әлсіз тұстар мен қауіптер бұл түбегейлі үкім емес, оларды да шешуге болады. Наубайхана мысалына қайта оралайық. Наубайхана басшысы сіздің ауылға нан жеткізетін болып шешті деп елестетіп көріңіз. Және бұл нан сіздікінен арзандырақ. Тұтынушыны сонда қалай ұстап қалуға болады? Твоя пекарня всегда будет пользоваться спросом, потому что ты здесь и сейчас продаешь ему. Вот, у тебя хлеб условно свежий, твои булочки или твои печенье всегда будет свежий, и ты всегда будешь конкурентен по сравнению с продукцией, которая прибывает из города. Наныңызды өз аулаңызда үй жағдайында пісірілгендей етіп көрсетіңіз. Қаланыкімен салыстырғанда ол 20-30 теңгеге қымбат болса да, тұтынушыларыңыз сіздікін алатын болады. Бастысы, оны жоғарыда атап өткенімізде етіп көрсете білу керек. У каждой слабой стороны есть еще и сильная сторона. Да, ты можешь гораздо гибче подходить к производству. То есть, если хлебобулочному заводу требуется достаточно большое время для того, чтобы сменить ассортимент своей продукции, то ты можешь это делать быстро, потому что небольшое производство, ты можешь это сделать буквально в несколько дней и производить новую продукцию. И это твоя сильная сторона, и, соответственно, у твоей сильной стороны появляются возможности. Бизнесті бастамас бұрын оның пайдалылығы туралы ойлану керек. Сізге несие беретін қаржы ұйымы да әрқашан бизнесіңіздің табыстылығына қарайды. Пайданы есептеудің қарапайым формуласы бар. Пайда бұл кірістер мен шығыстар арасындағы айырмашылық. Табыс бұл сіз алатын барлық ақша. Мұны пайдамен шатастырмаңыз. Қарапайым мысалды қарастырайық. Сіз 1000 теңгеге тауар сатып алдыңыз. Ал оны жеткізуге жалдау ақысы мен сатушы жалақысына 250 теңге жұмсадыңыз. Жалпы шығындарыңыз 1250 теңгені құрайды.
Содан кейін сіз тауарды 1500 теңгеге саттыңыз. Бұл сіздің табысыңыз. Егер біз кірістен шығыстарды алсақ, пайданың көлемі белгілі болады. Нәтижесінде сіздің пайдаңыз 250 теңгені құрайды. Табыстылық келесі формула бойынша есептеледі. Пайда көлемін шығынға бөліп, оны 100%-ға көбейтеміз. Біздің мысалда рентабелділік 20%-ды құрайды. Бұл бөлшек сауда үшін жақсы көрсеткіш, бірақ сулылық салоны немесе құрылыс саласы үшін аз, өйткені ол 50-100% болуы керек. Әрбір бизнестің кірістілігі әртүрлі. Бизнесіңіздің кірістілік көрсеткіші сіздің бизнес идеяңыздың өміршеңдігін бағалауға, өнімнің бағасын белгілеуге, кірісті болжауға, инвестиция салу қажеттілігін және оның қандай мөлшерде қажет екенін анықтауға көмектеседі. Мысалы, сіздің наубайханаңызға құны тек 10 жылдан кейін ақталатын қымбат импорттық пешті сатып алу керек пе? Жоқ, алмаған жөн секілді. Бизнестің пайдалылығын бірнеше жолмен жақсартуға болады. Біріншісі, тауардың өзіндік құнын төмендетіңіз. Мысалы, арзан шикізатты сатып алыңыз. Екінші, қызметкерлердің жалақысын азайту. Үшіншісі, жалға алу құны арзанырақ ғимарат табыңыз. Төртінші, өнімнің бағасын көтеріңіз. Бесінші, тауар айналымын жылдамдатыңыз. Мәселен, сізде көлік жуу орталығы болса, контактысыз жуғыш аппарат сатып алуға болады. Сол арқылы 2 есе көп клиенттерге қызмет көрсете аласыз. Ғимаратты жалға алумен жұмысшылардың жалақысы өзгеріссіз қалады, ал рентабелділік артады. Бүгінгі сабағымызды бағамдай келе, бизнес идеяңызды бағалап, бұл істі бастаудың қажеті бар ма, жоқ па деген негізгі сұраққа жауап бере аласыз. Кез келген қауіп оған дайын болғанда қорқынышты емес. Ең бастысы қойылған сұрақтарға адал және ұтымды жауап беру қажет. Сонымен қатар сіз өзіңіздің әлсіз тұстарыңызды көріп, болашақта онымен жұмыс істеу керектігін түсінесіз. Мысалы, жаңа білім аласыз немесе шығындарыңызды азайтудың жолын табасыз. Нағыз кәсіпкер әркез кәсібінің табыстылығын арттыруды ойлайды. Келесі сабақта кездескенше.